Армысыз көрермен, сізбенен Киномен. Бүгін біз Қағаз үй атты сериалдың екінші маусымын аяқтайтын боламыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. 4-ші бөлім. Инспектор Ракель ғашық адамы Сальваның профессор екенін түсінеді, бірақ түр бермейді. Ол әжетханаға кеткенде профессор әйелдің біртүрлі болып қалғанын аңғарады. Инспектор көмекшілеріне хабарласып, балаға ойыншық ұстатып жіберген сайқымазақтың шашы жирен екенін біледі. Ол бұндайға сене алар емес. Артур оның басынан ұрған Моника дәл қазір ұрылар жағына шыққанын, енді қайтарға жол жоқ екенін түсінеді. Профессор ұсталғаннан кейін 24 сағат өткенде келісімге отыруға дайын екендерін айтуды сұраған. Бірақ тек соттың алдында. Сол себепті полицияға тұтқынды сотқа апарудан басқа амал қалмайды. Профессор сотқа барар жолда сендерді құтқара аламын дейді. Токио құтқарушы періштесі екінші мәрте өмірін құтқарып қалар деген үмітпен солай жасаған. Ракель Альбертоға хабарласып, мұржадан алынған дәлел жайлы сұрайды. Ол қалдық тек бірнеше күн бұрын шыққан газеттің күлі болатын. Оған қоса Сальвамен қалай қақтығысқа түскендерін сұрайды. Ер адам бұның төбелес болмағанын, ол көзілдірік таққан нинзя тәрізді талдырып тастағанын айтады. Ол не үшін сұрағанда әйел себебін айтпайды. Альберто бірдеңкенің дұрыс емес екенін түсініп, профессор ұстаған ыдысты табуды бұйырып, көлігіндегі есіктің саусақ таңбасын алуды тапсырады. Ракель барлық қорғанышын күл етіп, үнемі жанынан табылып, күліп жүретін ер адамның профессор екеніне көзі жетеді. Ол ештеңке болмағандай кейіпкердің жанына келіп, ұятты дүние жасау үшін әжетханаға баруды сұрайды. Профессор әжетханаға кіріп, қару кезеніп тұрған Ракельдің қалжыңдап тұрмағанын түсінеді. Жүйкесі сыр бере бастаған Хельсинки Артур оны бауырының өліміне кінәлап, денесіне бомба жапсырып тастайды. Моника енді ұрыларға көмектесті деген айып тағылатын болды деп, өзін қоярға жер таппай жүргенде Денвер Ослоның үлесін аласың деп, өздерімен бірге қашуды ұсынады. Моника өмір бақи қашып жүре алмайтынын айтып, полицияға Стокгольмдық синдромға шалдықтым деп айтамын дейді. Денвер қызды Стокгольм деп атауды ұсынады. Ғимараттағы ұрылар дұрыс ұйықтамағандықтан жүйкелері сыр бере бастайды. Тек Берлин ғана дәл уақытында демалғандықтан жоспарды мүлтіксіз орындап келеді. Берлин өзінің қуыршағына бұл жерден шыққаннан кейін, өзімен алып кетіп, мерт болғаннан кейін бар мұраны саған қалдырамын дейді. Бұны естіген қу қатын жайнап кетеді. Найроби тұтқындарды бағындыра алмағанын түсініп, Берлинге билікті өткізіп береді. Берлин тұтқындарға алақандарың ойылғанша жер қазасындар деп бомба орнатылған Артуроны шығарады. Тик-так, 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 тик-так. Бум! Полиция іштегілердің қазуды өткенін анықтайды. Инспектор Ракель профессорды жаттыққан үйге келеді. Әйел жүрегін жаралаған ер адамды өлтіріп өртеп жібергісі келеді. Профессор барлығы жоспарланған еді, бірақ саған ғашық болып қаламын деп ойламадым дейді. Ракель оған сенгісі келмейді. Ол ер адамды кісендеулі күйі қалдырып кетеді. Рио Берлиннен профессор Токионы жалғыз қалай босатқалы жатқанын сұрайды. Берлин оны профессор емес, 5 жыл бұрын туннелді қазған адамдар босататынын айтады. Сол уақытта Токионы алып келе жатқан полицияны туннелді қазған 4 адам тоқтатып, терезені бояумен жауып, санақ маңдайшасын орнатып қояды. Оқ өтпейтін көлікте отырған полиция оны бомба деп ойлап, уақыт жақындағанда сыртқа шығады. Олар солай Токионы босатады. Полицияға Оливейраны алып келетін топ келмегенін хабарлайды. Сол уақытта Токиоға полиция киімін беріп, профессор не істеу керектігін айтады дейді. Полиция Токионың қашып кеткенін түсініп, барлық жолдарды жауып тастайды. Токио профессорға хабарласып ала алмайды. Ол әрі қарай не істеу керектігін білмейді. Қыз ойлана келе, Испаниядағы ең күзеті мықты жерге баруды ұйғарады. Инспектор Ракель қайта келіп, профессорға енді маған өтірік айта алмайсың деп, өтірікті анықтау детекторына орнатып сұрақ қоя бастайды. Ракель кейіпкердің Анхелді өлтіруге әрекет жасамағанын, әрі тонауды әкесі ойластырғанын біледі. Оның әкесі баласы қатты ауырғанда, еміне ешкім көмектеспегендіктен банк тонаудан басқа амалы қалмаған. Профессор оған қоса әйелді шын жақсы көретінін, Ракельде өзіне ғашық екенін баяндайды. Артынша инспекторға Токионың қашып кеткенін хабарлайды. Ракель кейіпкерге енді сандырағыңды тыңдағым келмейді деп полицияға тапсырмақ болады. Профессор қалт қимылмен оны тұншықтыра бастайды. Инспектордың атуға мүмкіндігі бола тұра есінен танып қалады. Сол уақытта Токио Риоға хабарласып, 1 минуттан кейін көктегі қақпаны кесіп өтемін дейді. Олар полиция тыңдап тұрғандықтан жұмбақтап сөйлейді. Содан кейін Токио мотоциклмен аймаққа еніп, полиция аңғарғанда ғимаратқа бет алады. Рио Токионың сөзін түсініп қақпаны ашады. Полиция Токиоға оқ жаудырғандықтан Рио көмек керек дейді.
Олар Мәскеу екеуі сыртқа шығып полициямен атысуда. Токио мотоциклмен ішке енеді. Қақпа жабылғаннан кейін Мәскеуге оқ тиген анықталады. Бесінші бөлім. Топ Мәскеудің киімін шешіп, бірнеше оқтың өте маңызды мүшелерге енгенін аңғарады. Ракель есін жиып, кісенін босатып, қаруды ұстап отырған профессорды көреді. Кейіпкер әйелге қашып кетуіме болатын еді, бірақ қашпадым. Менің шындықты айтып отырғанымның дәлелі ретінде деп тапаншаны ұстатады. Инспектор қаруды кезеніп қозғалма дегенде профессор тыңдамай бұрылып шығып кетеді. Инспектор тоқтауын бұйырғанда ер адам өзін ұстауға жол бермейтінін, оны тоқтату үшін өлтіруге тура келетінін айтып, көлігін алып кетіп қалады. Берлин Мәскеуге көмек сұратуға полицияға хабарласады. Тұтқаны алған полковник құтқарғың келсе шығар дейді. Берлин ешкім сыртқа шықпайтынын айтқанда, іште тағы бір өлім болады деп жауап береді. Сол уақытта Ракель қаладан алшақта жаяу келеді. Берлин ары кетсе 12 сағат уақыты қалған Мәскеуге келіп, дәрігер кірмейді, тек сыртта күтіп тұр дегенде Мәскеу түрмеге қайтпайтынын жеткізеді. Ол топқа туннельге жетуге 10 сағаттық жұмыс қалды, мен шыдай тұрамын дейді. Профессор Берлинге хабарласып жағдайды біледі. Ол қарсы бағыттан сербиялықтармен қазатынын айтып, өзінің әшкере болғанын жеткізеді. Демек олардың уақыты санаулы. Инспектор Ракель жұмыс орнына келгенде Серхио Маркиноның профессор екені, ал өзі 5 күннен бері онымен кездесіп жүргені полиция білетін анықталады. Оны бұрынғы күйеуі анықтаған. Барлығы Ракельден күдіктенеді. Инспектор бұл іске қатысы жоқ екенін дәлелдейтінін айтады. Сол уақытта Денвер әкесін құтқару үшін жерді бар күшін салып қазып жатады. Берлин бірнеше сағаттан кейін ақша басу тоқтатылып сыртқа шығатындарын хабарлайды. Токио Мәскеудің хал үстінде жатқанына өзін кінәлі сезінеді. Инспектор Ракель профессордың алма шарабын жасайтын мекен жайын хабарлаған, бірақ ол жерде ештеңке болмаған. Среда, 07:02. 11 часов после перестрелки. Осы уақытта екі бағыттан жерді қазу жұмысы қызу жүріп жатады. Профессор полицияға хабарласып, сендердің кесірлерінен адам өлгелі жатыр деп дәрігер керек дейді. Полковник жағдайды қиындатпай берілуді сұрағанда, кейіпкер берілу жоспарда жоқ дейді. Полиция инспектор Ракельді күдікті болғандықтан белгісі мен тапаншасын қалдыруын сұрайды. Моника мен Адриано сырласуда. Моника Денверді сүйгендіктен бірге болатынын айтса, Адриано Берлинмен тек өмір сүру үшін жүр. Бірақ ол Берлинді жек көреді, қазір тек байлығын алып қалу үшін жанында жүр. Олардың әңгімесін Найроби естіп тұрады. Полиция профессордың жасырынған жерін табалар емес. Оны тек Анхел ғана біледі. Инспектор жолдасына барып полицияның белгісін алады. Ракель профессорды өзі іздеп таппақшы. Среда, 9:36. 14 часов после перестрелки. Инспектор асхана маңындағы ғимараттардан бейнежазбаларды жинап қарап шығады. Полицияда профессор жүрген аймақтан бейне таспаны алуға аттанады. Рио жерді қазып жатып, арғы жақтан дыбысты естіп, 30-40 сантиметр қалғанын аңғарып, қуаныштан айқайлай бастайды. Олардың даусын қарсы бағыттан профессор да естиді. Ракель сол уақытта профессор жүрген аймақты қысқартып ізіне түседі. Асыға жер қазып жатқан Денверге Моника келіп, жоғарыға баруы керектігін айтады. Сеньоры, я не представился. Агустин Рамос. Было приятно. Денвер хал үстінде жатқан әкесін соңғы сапарға шығарып салады. Артынша профессорға қаралы хабар жетеді. Ракель қойма алдына келіп тоқтайды. Сол уақытта Анхел есін жияды. 6-шы бөлім. Денвер әкесінен дұға оқып табытқа салғаннан кейін тонаушылар жер астында профессорға жетеді. Полиция инспектор Ракельдің бейнетаспаларды алып кеткенін анықтап, оны ұрылармен бірге деген тұжырымға келеді. Полковник ішке басып кіруге билік рұқсат бергендіктен дайындалыңдар дейді. Арнайы жасақ басшысы іштегі адамдар зардап шегуі мүмкін екенін айтып, райынан қайтармақ болғанда, онсыз да бүткіл әлемге мазақ болғанымыз жетер дейді. Артынша прокурор инспектор Ракельді тұтқындауға рұқсат берген анықталып, іздеу жарияланады. Среда, 15:35. 125 часов с начала нападения. Ракель қаруланып қоймаға кіреді. Профессор жерасты жолы арқылы ғимаратқа енеді.
Ол жақындарынан айырылған Хельсинки мен Денверге көңіл айтады. Денвер профессорға Мониканы таныстырып, енді Стокгольм деп атасаң болады дейді. Содан кейін осы уақыт арасында 984 миллион евро басылғанын көреді. 984 миллиона евро. 984 миллиона евро. Да? Полиция сол уақытта операцияны бастайды. Олар ұрыларды кәріз құбыры арқылы шықпақшы деп ойлайды. Сол себепті жан-жақтан қыспақ қалмақшы. Профессор бақылау орнына келіп, полицияның әрекетке көшкенін көріп, Берлинге іштен тез шығуды бұйырады. Сол сәтте Ракель басына тапанша тақайды. Хельсинки Артуроның денесіне тағылған жалған бомбаны жұлып тастап, сенің ойының енді басталды деп жер асты жолына алып кетеді. Ракель тапанша кезеніп тұрғанда әйелді іштегі сербиялықтар залалсыздандырады. Арнайы жасақтың бір тобы кәріз құбыры арқылы жер астын қазып жатқандарға бет алуда. Іште ақшаны тасу жұмысы қызу жүріп жатыр. Ал жасақтың екінші тобы сырттан шабуыл жасамақшы. Полковник бастысы іштегі сұмырайлардың ешқайсысы тірі қалмауы керектігін жеткізеді. Қоймаға жеткен ақшаны бөшкелерге салуда. Найроби 1 миллиардқа жеткізу үшін Берлиннен 11 минут уақыт беруін сұрағанда, Берлин қыздың басы жасамайтынын айтып, ауыр сөздермен жеткізеді. Найроби есесін қайтару үшін Адрианоның ер адамнан жүрегі айнитынын жайып салады. Профессор Риоға бомбаларды орнатуды бұйырады. Олар Ракельді қоймаға байлап тастаған. Ракель өзін жайсыз сезініп тұрғанын айтқанда, кейіпкер су мен дәрі ұсынады. Сол сәтте әйелі шабуыл жасайды. Профессор оған бұл жоспар жақсы аяқталғанның өзінде мен бақытсыз боламын, өйткені сені көрмеймін. Сен мені жек көресің. Неге? Алдыңғы жылдары жүздеген миллиардтарды жоқ жерден басып қайда жіберді білесің бе? Европалық банкке. Олар ештеңкеге қарамастан ақша басып байларды одан сайын байтуда. Бірақ оларды ешкім жаман демеді дейді. Что это? Это не что, Ракель, это бумага. Это бумага. В реальную экономику этой группы неудачников, кем все мы являемся, Ракель. Чтобы сбежать из всего этого. Тебе не хочется сбежать? Сол сәтте Ракельдің ұялысына Анхель хабарласады. Профессор, демек Анхель есін жиса, полиция осы жерде болады. Сен жауап беріп ешқандай себеп берме деп өтінеді. Ракель ұялысының тыңдалатынын айтып, басқа телефонмен хабарласуды сұрайды. Екеуі тілдесіп сөйлесу керектігін айтады. Ракель профессорға өзі бармаса, Анхель осы жердің мекен жайын полицияға береді деп босатуын сұрайды. Профессор не істеу керектігін білмей тұрғанда, Ракель енді кейіпкермен бірге екенін жеткізеді. Ракель қоймадан шығып Анхельге бет алады. Сол уақытта полиция Ракельдің номеріне Анхельдің қоңырау шалғанын анықтайды. Рио мен Токио бомбаларды орнатып, полиция оларды біртіндеп өшіру үшін уақыттары кетеді деп үміттенеді. Олардың жанына келген Артуро қабырғаға тірелгендерін айтып, орнатылған бомбаларды көреді. Берлин барлық ақшаны шығарып үлгермесе де кетуі керектігін айтады. Ракель жасырын түрде Анхельге келіп барлығын білетінін жеткізеді. Бірақ кімнің жаман, кімнің жақсы екенін білмегендіктен ақпарат бермейді. Сол сәтте полиция келіп Ракельді тұтқынға алады. Токио мен Рио бомбаны орнатып жүргенде олар полициямен атысып бірнешеуін жаралайды. Я люблю тебя. Токио атып шыққанда қорғанышына оқ тиеді. Рио берілген сәтте Денвер көмекке келеді. Уходим сейчас же! Олар полицияның бетін қайтарып, қашу жоспарына кіріседі. Анхельге полковник хабарласып, мекен жайды сұрайды. Анхель есінде ештеңке жоқ екенін хабарлайды. Берлин полицияның ішке енгенін естіп, тұтқындарға бетперде кигізіп қалдырып кетеді. Ол өзімен Адрианоны ала кетеді. Полиция тұтқындарды тауып, ұрыларды ұстауға жертөлеге бет алады. Полиция жертөлеге түсіп, бомбаларға келіп тіреледі.
Екінші бағыттан келе жатқан топ ұрылар алдынан шықтық деп ойлап, жолдарын тосып тұрып, сыртқа шыққан тұтқындар екенін көреді. Полиция тұтқындардан ұрылар үшінші қойманы қазып, басқа жер асты жолы арқылы қашқанын біледі. Берлин полиция жертөлеге түскендіктен басқаларына кетуін бұйырады. Найроби бәріміз бірге кетеміз дегенде, Берлин біреудің қалуы керектігін айтады. Ненавижу тебя! Мы же договорились, что ты и я здесь вместе до конца. Нет, блюдок! Сукин сын! Мы с тобой сопротивление. Полковник Ракельді алдыртып мекен жайды сұрайды. Әйел ештеңке айтар емес. Крупный калибр в укрытии! Нужно вернуться. Нет, Найроби нет. Времени нет, идем. Жанына Адрианоны көмекші қылып алған Берлин пулеметпен полицияның жолын тосуда. Полковник Ракельге қызыңды алып қояды деп қорқытады. Арнайы жасақ Берлинді тоқтата алмағандықтан граната лақтырады. Берлин Адрианоны алып қоймаға бой тасалайды. Профессор Берлиннің іште қалғанын біледі. Сюрприз! Профессор Берлинге шығуды бұйырады. Андреас, яғни Берлин бәрі кеш екенін айтады. Артынша Хельсинкиге жер асты жолын жаруды бұйырады. Профессор оны тоқтатуға тырысқанымен сарбаз Хельсинки бұйрықты орындайды. Берлин өмірін абыроймен аяқтауды ұйғарады. Андрес. Профессор. Фональоса убит. Повторяю, Фональоса убит. Послушай, надо продолжать. Полиция Ракель айтқан мекен жайға жақындап қалады. Олар қоймаға басып кіріп, ешкімнің жоқ екенін анықтайды. Среда, 18:28. 128 часов с начала нападения. Конец ограбления. Полиция жетерден 1 минут бұрын қоймадан ақшаны тиеп Хельсинки мен профессор шыққан. Олардың алдында қалған топ өкілдері қарапайым адамдардай жан жаққа кеткен. Год спустя. 1 жылдан кейін Ракель үйінде жаңалықтар қарап отырады. Ол профессор берген суреттердің артынан белгілерді байқайды. Белгіде мекен жай көрсетілген. Ракель Паллавандағы мекен жайға жеткенде телефонның қуаты таусылып қалады. Ол қуаттағыш сұрағанда профессор бұрылып өзінікін ұсынады. Осылай бұл керемет сериалдың 2-ші маусымы аяқталады. Жаңа кейіпкерлер мен жаңа тонау жоспарын көргіңіз келсе, арнаға тіркеліп лайк басып комментарийге 3-ші маусым деп жаза кетіңіз. Сіздермен Киномен.